Біреуге бірнеше баланың біреуінің ризық несібесін Алла тағала арттырып қояды екен. Ол баланың немесе әйелінің пысықтығынан емес, ол Алланың басқа бауырларына қалай көмектесе алады екен деп сынап берген аманаты. Алла бауырларының ішіндегі біреуін еті тірі етіп, берген дүниесін қалған бауырларына үйлестіруші етіп жаратқан. Сол дүниені мен ғана тауып жатырмын, сендер де мен ұқсап жұмыс істеңдер деген күні, немесе әйелінің неге олар бізге сүйкене береді, олар тек тіленуді ғана біледі деп айтқан сөзіне ерген күні, сол күні олардың алдындағы жақсылықтар жабылады екен. Ризық ол Алланың сынағы. Біреуге аз, біреуге көп берілуі ол әділетсіздіктен емес, сол әділдікті көру үшін берілетін дүние. Дінде біреудің мал мүлкін жеу өте ауыр зұлымдық, ал өз бауырынкі одан да екі есе үлкен күнә делінген. Сіз құласаңыз, алыста жүрсе де жүрегі сыздап уайымдайтын, көтерілсеңіз мерейі тасып қуанатын сол бауырлар ғана екенін біліңіз. Ал жолдан қосылғандар сізді кез келген уақытта жолда қалдырып кете алады. Бауырлармен бөлісу ол кеміп қалу емес, керісінше көбеюіңіздің жолы. Егер байлықта да бақытта да өсіп өнгім келеді, көбейгім келеді десеңіздер, онда бауырларыңыздың жағдайын түзетіңіздер. Сіз сол бауырларды сөз етіп тұмсығыңызды көтеріп жүрген кезде бір күні шалқаңыздан түспеңіз. Себебі адамның басы Алланың добы деген. Ал Алла бауырларын сүйетіндерді сүйетінін біліңіздер.